Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен С дәруменіне өте бай лимонадтың рецептімен бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамаңыздар. Үй жағдайында лимонад жасау үшін 3 апельсин және 1 лимон қосамыз. Оларды міндетті түрде қатырып аламыз. Және қатырғаннан кейін осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Осылай апельсин мен лимонды қатырып барып жасау арқылы біз лимонадқа өте ерекше дәм береміз. Барлық апельсин лимондарымызды дәл осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз және де ет тартқыштан өткіземіз. Барлығын осылай өткізіп алып, ыстық су құйғанға жарамды осындай темір ыдысқа үстіне қант салып және қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Ешқандай да қайнатпаймыз. Яғни бұнда біз 6 литр су құямыз, барлығын қанты ерігенше араластырамыз және де сүземіз. Осылай бірнеше рет, 2-3 рет сүзуге кеңес беремін. Сол кезде дәл осындай болып мөлдір болып шығады лимонадтарыңыз. Дайын болған лимонадтарымызды осындай графинге немесе қандай да бір ыдыстарға құйып, салқындатып ішсеңіздер, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, үй жағдайында пайдалы С дәруменіне бай лимонад. Сіздермен болған Камчат. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіз.